Қадірменді тыңдарман, бүгін әлемге әйгілі суретші, график, мүсінші және дизайнер Пабло Пикассо туралы өмірбаяны мен нақыл сөздеріне тоқталатын боламыз. Пабло Пикассо 1881 жылы 25 қазанда Испанияның Малага қаласында дүниеге келді. Әкесі Хосе Руис сурет пәнінен сабақ берген. Сондықтан қыл қалам мен бояу оған бала күнінен таныс болған. Пабло ерте жасынан қарындаш арқылы нақты сызбаларды сала бастайды, ал Малагадағы ерекше табиғат пен бұқалар айқасы оның шығармашылығына дем берді. Пикассо 8 жасында пикадор деп аталатын алғашқы суретін майлы бояумен ағашқа салған. Сурет бұқалар шайқасына арналды. Алғашқы картинасын жанынан қалдырмайтын болған. Пикассо өзіне қатты ұнайтын заттарды ешқашан лақтырмаған деседі. Бір күні Хосе 12 жасар ұлына көгершіндер бейнеленген суретті аяқтауын өтінеді. Пабло суретке берілгені сонша өзінің жаңа суретін салып шыққан. Әкесі мұны көріп ұзақ тұрып қалады. Бұдан кейін бояуларын ұлына беріп, сурет салуға ешқашан жоламаған. Пабло Пикассоның нақыл сөздеріне тоқталатын болсақ, жас ұлғайған сайын желдің соғысы да күшейе түседі. Бәрі суретті түсінуге тырысады, неге олар құстардың шиқылын ұғуға тырыспайды. Суретшілік соқырлардың жұмысы, суретші көргенін емес, сезінгенін бейнелейді. Қиялыңда елестете алғанның бәрі рас. Сурет салу үшін көзіңді жұмып ән салу керек. Елестете алғанның бәрі рас. Адамдардың асыл нұсқасынан көшірмелері көп. Егер көбелектің сұлулығын сезінгің келсе, оған қол тигізбе. Көркем өнер соқырлардың шұғылданатын жұмысы. Егер шындық біреу болғанда, мен бір тақырып төңірегінде жүздеген сурет сала алмас едім. Кім адамның жүзін дұрыс көре алады? Фотограф, айна әлде суретші? Жас суретшіні бірнеше адам ғана түсінеді, ал ұлы суретшіні түсінетіндер одан да аз. Махаббат адамды қайта қалпына келтіруші сезім. Жақсы суретшілер көшіреді, ал ұлы суретшілер ұрлайды.